Сәлем достар, мен мына жерде адамдар танып жатыр уже тиктоктан көрген дейді. Сәлемдер менің подписчиктеріме. Қай видеоны көрдіңдер? Ана 538 деген. 538 деген ба? Мен соны таксида отырып мен. Бардыңдар ма? Иә. Юный фанатка деймін ба? Өзімді бір түрлі сезініп тұрмын мен, негізі начинающий блогермін ғой. Осы бір апта ғана болды бастаған. Бір апта емес, 2 апта ғана болды бастаған. Иә, непривычно. Рахмет сендерге танып жатқандарыңа. Үлкен рахмет. Давайте, сау болыңдар. Достар, мен ұйықтап жатқан жоқпын ба? Ущипните меня деймін ба? Реально в шокемін. Бірінші рет өмірімде адамдар мені танып жатқан бар ғой. Жүгіріп кеп жана тиктоктан көрдім дейді да, мә дегенсің ғой. Ё-моё. Бұндай да болады екен ғой өмірде. Анау жана мен бір переписка емес, маған жаңағы отправленный сообщение біреуін ашып қалғам. Короче, бір 10 мың подписчигі бар бір кісі екен, серьезный кісі. Астана телеканалында жұмыс істейін деп жазып жатыр. Короче, мен түсінгенім бойынша мен передачаға ма сондай шақырғысы келіп жатыр ғой деймін. Мен бірінші ойлап қалдым, может фейк шығар деп ашып қалдым, сосын мен көрдім. Короче, мен в общем жаңа профилін ашып қалдым да көрдім. Реально фейк емес, оған жаңағыдай серьезный знаменитый адамдар подписан екен. Сол қазір енді ойланып отырмын. Мәссаған, Астана телеканал мә деп. Ол жаққа студияға шақырса не деймін мен деп кішкене мандраж ұстап отырмын. Ешқашан студияға бармағанмын ғой. Соны қазір көреміз, не істеймізді. Өте қызық болып тұр өзіме. Кішкене тағы да бір многолюдный жерге барғым келіп тұр. Мүмкін тағы да біреулер танып қалар деген сияқты. Сол Центральный паркқа барып келейін ба, адамдар көп жүреді ғой жоқта. Уснул и проснулся звездой деген осы екен ғой. Таңертең тұрдым, паркқа шықтым, жүрдім, тамақ іштім. Адамдар танып жатыр, жаңа жерде спортивный площадка бар, сол жерде кішкене турникка жасап, кішкене тренировка жасағам. Сол жерде тоже қандай школьниктер жүр. Мен былайынан түсініп тұрмын, что олар мені танып тұрған. Былайынан бір-біріне қарап, бірдеңе сыбырлап, бірдеңе деп, но бірақ та ұялып тұр да, мен сізді тиктоктан көрдім деп айтуға. Но мен түсіндім, жаңа біреулер былай қарайды, сол тушы тиктоктағы кісі емес па деген сияқты сразу түсініп қойдым мен. Сол достар. Өзімді бар ғой, анау кімдер сияқты сезініп жатырмын, НННдер сияқты бар ғой. Анау НННдер таниды ғой, сол школьниктар, балалар, подростықтар жүгіріп кеп амандасып, жаңа фотоға түсіп. Типа сондай чувство болды менде жаңа. Осы 2020 жылы НННдермен кездескем, ННН, Жасик, Айфиша солармен. Сол кезде мен оларды көргем, солардың жандарында жүргенде. Настолько олар популярный. Адамдар жүгіріп кеп фотоға түседі, селфиға түседі, амандасады. Сол кезде менде сондай жүрегім қалаған, білейін менде осындай болса ғой, білейін менде адамдар таныса ғой. Мечты сбываются, нет ничего невозможного деп айтып қоямын мен ННН сияқты. Өзімде бір какой-то странный состояние тұршы болады ғой. Андай, қалай айтсам, короче, состояние бар. Состояние эйфории дейді ғой. Өзім сондай басым айналып кеткен сияқты болады ғой. Не дейді ғой, закружила голову. Ой, известность закружила голову дейді ғой. Типа сондай сияқты чувство тұр менде. Енді мынау какой-никакой известность, как айтады ғой. Как снег на голову дейді ғой. Летом как снег на голову. Вот, сондай чувство. Достар, маған қазір қаншама сообщениялар келіп жатыр. Жаңағы қыздардан да, ер адамдардан да сондай подозрительный жағдай болған жайлы. Жаңағы неде, индрайверда, таксида, попуткада. Соны маған сұрап жатыр, неге нені өшіріп тастағансың деп комментарийді тиктокта. Комментарийіңді ашсайшы деп. Мен комментарий специально жауап тастағам, өйткені негативный комментарийлер маған жазды да, андай намысқа тиетін.